Сәлем достар, бүгін манты термомиксте дайындайтын боламыз. Бірінші қамыр дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, жұмыртқа, су қажет болады. Таразыны қойып, ұнды өлшеп аламыз. 350 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, және де 150 грамм су. Міне осы идеальна қамырдың рецептісі. Манты, пельмень, орама болсын, осы рецептіні пайдалансаңыз болады. Программаны 15 секунд 5-ші жылдамдыққа қойып, араластырып аламыз. Дайын болған қамырды видеодағыдай төмен түсіріп, қосып, басын біріктіріп, пакетке салып, жарты сағатқа демалдырамыз. Осы уақытта чашыны жусақ болады. Қамыр демалып жатқан кезде начинка жасасақ болады. Егер сізде дайын фарш болмаса, онда етті алып, рубка мясо деген функциямен фарш дайындап алсаңыз болады. Бірақ менде дайын фарш болды, соған дәмдеуіштер қосып, жуа қосып, тесто программасына қойып, араластырып алдым. Демалған қамырды жайып, турап, ортасына начинка салып, кез келген асқабақ салуға болады. Манты дайындасақ болады видеодағыдай. Мантылар жабысып қалмау үшін паровая корзина мен 2 вароманы майлаймыз. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, қанша штук манты сияды? 30-35 штуктай сияды, размеріне байланысты. Артылған мантыларды арнайы контейнерлерге салып, мұздатқышқа жібердім. Енді мантыны пісіру қалды. Чашыға 500 я 700 граммдай су құйып, паровая корзинаны вароманы салып, 35 минут варома 1-ші жылдамдықта қайнатамыз. Манты дайын болды. Ас болсын. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.